Петропавлдық православ христиандары Рождество Христово мерекесін қарсы алды. Бұл күн Иисус Христостың дүниеге келуіне байланысты атап өтіледі. Шіркеуге жиналғандар алдымен шырақ жағып құлшылық етті. Бұл күн мейірімділік күні. Сондықтан жасалған күнәлар кешірілетін уақыт деп есептелінеді. Православтарды осы мерекемен Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағамбетов құттықтады. Разрешите мне еще раз. Сіздерді осы мерекемен құттықтай отыра, отбасыларыңызға зор денсаулық, бақыт, шаттық, берекемен тыныштық тілеймін. Осы күнге дейін православ христиандары 40 күн ауыз бекітеді. Дәл осы күні наным сенімдерге байланысты аспанда алғашқы жұлдыз пайда болған кезде ауыз бекіту аяқталады. Бұл күні шіркеу алдында нағыз рождестволық көрініс орын алды. Христиандар Иса пайғамбардың дүниеге келуімен жамандық атаулыдан тазарып, жаңа өмір басталатынына сенеді. Адамдар бір-біріне жақсылық тілеп, кешірім сұрап, мейірімді сөздер айтады. Хочу поздравить всех жителей Петропавловской области со светлым святым вечером и праздником Святого Рождества Христова. Хотел бы пожелать мира, благополучия, стабильности всем нам. Желаю, чтобы в этот день в душу каждого христианина вошел сам Иисус Христос. Великий православный праздник рождения Христа. Все люди мечтают о мире, согласии, здравии, желают добра, душевного комфорта, веры в будущее светлое. И желают всем, чтобы люди жили в мире, согласии, здравии, самое главное.